Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен осындай қою, дәмді сорпаның рецептімен бөліскім келеді. Бұл ұйғыр халқының ұлттық тағамдарының бірі. Ал ендеше бірге жасап көрейік. Ең алдымен біз нанды илеп, шетке тұндыруға алып қоямыз. Ол үшін бізге ұн, жұмыртқа, су, тұз қосып, нанымызды қатты қылып илейміз. Енді сорпаның өзін дайындаймыз. Ол үшін бізге көкөністер қажет. Үйде қандай да көкөністер болса, соның бәрін қоссаңыз болады. Және қосымша міндетті түрде сельдерейдің сабағы немесе осылай шалқан қоссаңыз болады. Ол редька. Және міндетті түрде ет. Етті осылай майдалап кубиктап тураймыз. Және қызып тұрған майда жақсылап қуыратын боламыз. Оның үстіне пиязды салып қуырамыз. Содан әрі қарай бар көкөністерді салып, қызарғанша жақсылап қуырамыз. Оның үстіне картопты салып 3-4 минут қуырып, үстіне салқын суды құйып қайнатамыз. 30-35 минут. Сол уақытта ет, картоп, көкөністер пісіп шығатын болады. Сосын сорпа қайнағанға дейін біз осылай қамырымызды дайындаймыз. Ортасынан ұзынша етіп кесіп, оның ортасынан кесіп, ромбик немесе 4 бұрышты қамырларымызды дайындаймыз. Қамырды кеспеге қарағанда қалыңдау қылып жаю керек. Сосын әрі қарай жаңағы дайын болған сорпамызға қамырды саламыз. 7-10 минут арасында пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді, қою, тойымды тағамның бір түрі. Уақыт жағына келетін болсақ, 1 сағаттың ішінде пісіп шығады. Мінекей біздің сорпамыз дайын болды. Ас көкпен ұсынсаңыз болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын. Әдеттегідей лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мені қолдағандарыңыз үшін алғыс айтамын.